Бас ауруы кенеттен пайда болып, бірден жағдайыңыз өзгереді. Ауруды басу үшін дәрі ішесіз, алайда басыңыз ауырған сайын дәрі ішсеңіз, соған тәуелді болып қалуыңыз ғажап емес. Сондықтан дертіңізді дәрімен емес, үй жағдайында мына әдіспен емдегеніңіз жөн. Бас ауруының себептері: суды аз мөлшерде ішу, төсекте ұзақ жату, бөлме температурасы, ауа ылғалының төмендігі басыңызды ауыртады. Егер белгілі бір дерттің салдарынан басыңыз ауырса, онда дәрігерге тексеріліп, қажетті ем-шараны жасаңыз. Ал егер себепсіз басыңыз ауырса, онда мына әдіс арқылы ауруыңызды емдейсіз. Түймедақ шайы ауруды басатын қасиетке ие. Күніне 3 рет түймедақ шайын ішетін болсаңыз, бас ауруынан айығасыз. Асқазан мен ішектегі мәселеңізді шешесіз. Оған қоса иммундық жүйені нығайтып, суықтан қорғайды. Шайды дайындау үшін 1 ас қасық түймедақ үгіндісін 1 шыны қайнаған суға араластырып, бетін жауып қоясыз. Шамамен 5 минуттан соң сүзіп алып, ем ретінде ішесіз. Жау жапырақ шайы бас ауруын емдейтін супер дәрі. 3 ас қасық кептірілген шөпті 1 стақан қайнаған суға салып, бетін жауып қойыңыз. Шамамен жарты сағаттан соң тұнбаны сүзіп алып, 2 ас қасықтан әр 2 сағат сайын ішіңіз. Жау жапырақ мелисса шайы жүйкені тынықтырып, құлақтың шуылын басады, әрі ұйқысыздықтан арылтады. Шүйгін шөп шайы басыңызды дерттен қорғайды. Ол үшін 1 ас қасық ұнтақталған шүйгін шөпті ыдысқа саласыз. Үстіне 1 стақан қайнаған су құйып, отқа қойыңыз. Баяу отта 4 сағат қайнату керек. Сосын оттан алып, ыдыстың қақпағын мықтап жабасыз. Тура 10 минуттан соң дайын болған қайнатпаны сүзіп алып, 1 ас қасықтан күніне 3 рет ішіңіз. Жұпаргүл шайы бас ауруын қойдыратын дәрінің қызметін атқарады. Егер бірдей көлемде жалбыз, күрен-от және жұпаргүл шөптерінің үгіндісін араластырып, оның 1 ас қасығын 1 стақан қайнаған сумен араластырып, қақпағын жауып қоясыз. Шамамен жарты сағаттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, ем ретінде ішесіз. Аскөк дәні бас ауруын емдейтін бірден-бір дәрі. 1 ас қасық аскөк дәнін жарты стақан қайнаған суға араластырып, 5 минут тұндырып қойыңыз. Осы уақыттан соң тұнбаны сүзіп алып, аз-аз жұтымнан күні бойы ішесіз. Пияздың қабығы басыңыздың ауырғанын басып, вирустан қорғайтын қасиетке ие. Пияздың қабығын тазалап жуып, ыдысқа салыңыз. Үстіне қайнаған су құйып, отқа қоясыз. Тура 2 минут қайнатып алып, бетін жауып қойыңыз. Шамамен 1 сағаттан соң дайын болған қайнатпаны сүзіп алып, жарты стақаннан ішесіз. Емді күніне 3-4 рет қайталауға болады. Даршын шайы бас ауруынан арылтады. Ол үшін 1 грамм ұнтақталған даршынды корица стақанға салыңыз. Үстіне қайнаған су құйып, бетін жауып қойыңыз. Жарты сағаттан соң дайын болған тұнбаға жарты шай қасық қант қосып, аз-аз жұтымнан ішесіз. Қалған тұнбаға матаным алып, самайыңызға және маңдайыңызға таңсаңыз болады. Басыңыз солқылдап ауыра бастаса, дереу аяғыңызды ыстық суға салыңыз. Ыдысқа тері күймейтіндей ыстық су құйып, аяғыңызды саласыз. Бұл емді 15-20 минут қабылдасаңыз, керемет жеңілдеп қаласыз. Нәтижесінде қан ағысы ретке келіп, қан қысым төмендейді. 1 кесе зімбірдің тамырын үпкіштен өткізіп шәйнекке саласыз. Үстіне қайнаған су құйып, қақпағын жабыңыз. 10 минут демдеп қою керек. Осы уақыт өткен соң емдік шайды аз-аз ұрттамнан ішесіз. Кофенің де бас ауруын қойдыратын қасиеті зімбір шайынан кем емес. Бұл 2 сусын да бас ауруын емдейді. Бірақ 1 кесе сусыннан кейін өзіңізді жақсы сезінбесеңіз, артық ішпей-ақ қойғаныңыз жөн. Өйткені ол керісінше әсер етуі мүмкін. Сонымен қатар, басыңыз жиі ауыратын болса, онда қою тағамды көп жемеуге тырысыңыз. Бас
көбінесе мойнының бұлшық етіне салмақ түскеннен ауырады. Бұл жайсыздықтың орнын толтыру үшін түкті сүлгіні жылы суға малып, маңдайыңызға қоясыз. Ал егер бас ауруы тамыр жолдарының әсерінен болса, онда сүлгіні салқын суға салып қолданасыз. Жаттығу жасаңыз. Бұл әсіресе кеңсе қызметкерлері үшін керемет ем болады. Күні бойы бір орында отырып, жұмыс істейтіндердің басы, мойны ауырады. Осы ауырсынумен күресу үшін басыңызды артқа еңкейтіңіз. Содан кейін оны кеудеге түсіріңіз. Сосын оңға және солға бұрыңыз. Бірнеше айналмалы қозғалыстар жасаңыз. Әр нүктеде 10 секунд ұстаңыз. Бұл жаттығу иық, арқаға қанның тоқтап қалуын болдырмайды. Тыныс алуыңызды өзгертіңіз. Бұл стресстен бас ауырған кезде көмектеседі. Жатыңыз немесе отырыңыз. Сөйтіп, ауаны 5 секундқа жұтыңыз. Содан кейін бір уақытта дем шығарыңыз. Бұл әдісті басыңыздың ауырғаны басылғанша қайталаңыз. Басыңызды уқалаңыз. Ортаңғы саусағыңызбен басыңыздың нүктелерін уқалаңыз. Бірінші нүкте қасыңыздың ортасы, екіншісі мұрынның үсті, ал үшінші нүкте бастың ең жоғарғы жағы. Егер басыңыз жиі ауыратын болса, онда аптасына кем дегенде 2 рет шашыңызды массаж щеткасымен мұқият тараңыз. Бұл қан айналымын қалпына келтіреді және ауруды басады. Лаванда иіскеңіз. Кез келген дәріхана сөресінде лаванда шөбі сатылады. Егер табылмаса, эфир майы да көмектесе алады. Лаванданың иісі босаңсытады, тыныштандырады, жалпы жағдайыңызды жақсартады. 15 минут иіскеу жеткілікті болады. Негізінде, бастың ауруы көбінесе ауа райы өзгерген кезде көрініс береді. Сондықтан, жүйке жүйесінің жұмысына жауап беретін B6 дәруменін қабылдаңыз. Немесе құрамы осы дәруменге бай тағамдарды жиі тұтыныңыз. Нақтырақ айтқанда, дастарханнан сұлы жармасы, қызанақ, жаңғақ пен жасыл көкөністер үзілмеуін қадағалаңыз. Жоғарыда берілген қайсы емді қолдансаңыз да керемет нәтижесін байқайсыз. Ендеше, басыңыз ауыра бастағаннан-ақ дереу емдік шайды дайындап ішіңіз. Достар, бүгін дайындаған пайдалы ақпаратым ұнаса, каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Аман, сау болыңыздар.